Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта Алматы облысы Талғар ауданы номері 24-ші орта мектептің 11-ші А сынып оқушысы әрі алтын түлек республикалық математика олимпиаданың 3-ші орын иегері Исхат Жарылқасын. Математика пәнінен алтын түлек олимпиадасының математическая олимпиада 11-ші сыныптарға арналған алтын түлек олимпиадасының республикалық Жарылқасын, сені мектебіміз үшін ғана емес, бүткіл ауданымыз үшін өте елеулі жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы олимпиаданың өзіне келетін болсақ, алтын түлек олимпиадасы қазіргі күндері өте беделді математикалық олимпиадалардың бірі. Неге математика пәнін таңдадың? Өмірді терең ойлап, дағдылануға арналған еңбек құралдарының бірі. Сондықтан да осы математика пәнін қызығушыларға айтарым, осы пәнді соңына дейін жеткізіп, үйренуге тырысыңдар. Алтын түлек олимпиадасын таңдаудың себебі қандай? Алтын түлек олимпиадасын таңдауымның басты себебі ол өзімнің білім деңгейімді анықтап, жаңа тәжірибелер алу, әсіресе жаңа тәжірибелер деген кезінде математикалық сауаттылықтың жаңадан мен үйренбеген немесе бірінші көрген геометриялық есептерін білу болып саналады. Сонымен қатар алтын түлек олимпиадасында мен қай есептерден жұмыс жасауым қажеттілігі және әрі қарай нені дамыту қажеттілігін түсіндім. Дайындық барысынан келетін болсақ, жалпы дайындық қалай өтті? Дайындық барысында мен көбінесе YouTube'дан және де мектеп оқулықтарынан дайындығымды жүргіздім. Мектеп оқулықтарын алған кезінде ең соңғы беттеріндегі математикалық сауаттылық, логикалық есептерге байланысты есептер және де YouTube'дан Ақжол Князев каналын көрдім. Сонымен қатар мұғалімдерде үлкен үлесін тигізді. Мұғалімдердің жаңа бағдар беруі, арнайы методикалардың арқасында үйрендім. Осы ресурстардың ішінен мүмкін бізде болашақ олимпиадаға қатысатын оқушыларға ең құндысы қайсын кеңес беретін едің? Ең құндысы, ең бірінші базаны қалыптастыру үшін қызыл кітап, Люсьонова, яғни біріншіден сан ұғымын толықтай білу, мектеп математикасын білу қажет. Одан кейін барып қана логикалық, яғни оқулықтың ең артындағы логикалық есептерді шығаруға кеңес берер еді. Енді әр оқушы үшін оның жетістікке жетер жолында ұстазы үлкен үлес қосады. Сондықтан Жарылқасын, сенен сұрағымыз келеді. Өзіңнің ұстаздарың жайлы айта кетсең. Өзімнің ұстаздарым осы еңбек жолында үлкен үлесін атқарған. Ол ең алғашқы маған әріп танытқан және де есеп шығартқыздырған бастауыш сынымдағы сынып жетекші мұғалімім Индира Тұрманғалиевна және де ары қарай дамытып, мені 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін математика пәнінен ары қарай еңбегімді шыңдауға көмектескен сынып жетекшілерім ол Меруерт Сембековна, Гүлжан Шадияровна және де математика пәнінің мұғалімдерім Қарлаш Қадырбековна және Бейбіткүл Сейдахметовнаға үлкен рахметімді алғысымды айтамын. Бізбен бірге Жарылқасынның қазіргі математика пән мұғалімі Бейбіткүл Сейдахметовна. Сөз кезегі сізге. Рахмет сізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Жарылқасынды жалпы математика пән мұғалімі ретінде мен осы 11-ші сыныптан алып отырмын. Жарылқасын бірден көзге түсті, өте дарынды, ізденімпаз, өзі көп білгісі келеді, дарынды баланың қасиеттеріне тән, көп ізденеді. Сол осы жылы түрлі олимпиадалар болды, олимпиадаларға қатысты, соның ішінде алтын түлек олимпиадасына қатысты, оның ішінде облыстық кезеңнен өттік, одан кейін республикалық кезеңге өтіп, қанжығасы майланып үшінші орынға ие болып келді. Жарылқасынды тағы да бұл жеңісімен құттықтаймын, алдағы уақытта тек жетістіктер тілеймін, үлкен белестерден түсірмей өтуіне тілектеспін. Әрдайым жақсы ортада болуына насіп етсін. Қазір біз мектебіміздің директоры Жанаргүл Баймажиевнамен біргеміз. Енді сіз мектеп директоры ретінде осы мектебіміздің дарынды оқушыларына қандай тілектер айтатын едіңіз? Рахмет. Мен Жарылқасынға алдағы өмір жолында осындай білім белестерін бағындырып
өзінің армандаған арманына жетсе екен деп ойлаймын. Елімізді, қазақ елін әлем жұртына танытатын деңгейге келсін деп тілеймін. Себебі Жарылқасынның бойынан ол табылады. Өзінің барлық еңбек ету қабілетінен көруге болады, еңбектену қабілетінен. Еңбек арқылы барлық жаңа білімді жеңіп алуға болады. Жарылқасын, саған тек қана осы өмір жолында жақсы белестер тілеймін. Болашақта ұлттық бірыңғай тест тапсырасың, ол тестта ең жоғарғы балды алу нәсіп етсін. Және де жақсы бір өзің армандаған оқу орнына грантқа түсіп, оны жақсы бітіріп, бізді қуантып, ата-анаң сол сенің білімің арқылы биік жетістіктерге қол жеткізуің арқылы ата-анаң қуанып, біз қуанып, еліңді барлық жан-жағынан танытып, ол үшін Алла тек денсаулық берсін, амандық берсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Жолың әрқашан ашық болсын. Ақ жол тілеймін. Сәттілік. Айтқаныңыз келсін. Жарылқасын, сені тағы да жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Мектебіміздің атынан, барлық оқушылардың атынан тек қана осы алдағы мақсаттарыңа жетіп, биік шыңдардан көріне бер.